Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен 45 минутта фаршированный перец жасайтын боламыз. Бұл жерде менде сорпамен жасалынатын болады. Егер де үйіңізде сорпасымен ішкенді қаламайтын жан болса, ол кісіге де арналған. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіз. Бізге қажеттісі орташа майлылықтағы тартылған ет, және де пияз майдаланып туралған, және де дәміне қарай өздеріңіздің қалауларыңызша ас көк. Бұл жерде менде петрушка және де укроп, қара бұрыш, паприка және де тұз дәміне қарай. Қасықпен араластырып қоя салмай, міндетті түрде қолмен мұжу қажет. Пияз кішкене солуы тиіс. Ендігі кезек күріште жақсылап жуылған су өте мөлдір болғанға дейін жуыңыздар. Жақсылап барлығын біріктіріп, осылай қысып араластырамыз. Фаршымыз осымен дайын. Болгар бұрыштарын осылай жуып, барлығын тазалап қойдым мен. Ішіндегісін алып, міндетті түрде осындай тап-таза болуы тиіс. Енді фаршымызды осы болгар бұрышының ішіне жақсылап саламыз. Қатты бір тығыздап жібермеңіздер, орташа тығыздықта болса жеткілікті. Дайын болған перецтердің барлығын бір ыдысқа салып, бір шетке қойып қоямыз. Зажаркасын дайындауымыз керек. Қызып тұрған майдалап туралынған пиязды жақсылап сап-сары болғанша қуырып аламыз. Орташа отта тұруы керек. Жақсылап қуырылған пияздың бетіне сәбізді салып, 2-3 минут тағы да қуыратын боламыз. Менде сәбіз орташа көлемде бір сәбіз, және де мен оны 2-3-тен өткіздім. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша әрине. Ең соңында ғана томат пастасын салып, жақсылап тағы да 1 минуттай қуыратын боламыз. Томат кішкене қуырылуы керек, сонда бір қышқылтым дәмі шығып кетпейді сорпаға. Осы зажаркамыздың бетіне 1 литр су құйып қойыңыздар. Бетін жауып қайнағанын күтеміз. Сорпа қайнаған соң бірденнен фаршированный перецтеріміздің барлығын осылай салып шығамыз. Дәміне қарай сорпаға тұз саламыз, және де бетін жауып, тура 30 минут қайнататын боламыз. Орташа отта қайнауы тиіс. Толықтай жарты сағат өтті. Жарты сағат қайнағаннан кейін картопын саламыз бетіне. 15 минут картоппен бірге қайнауы тиіс енді. Осы кезде сорпаның дәмін, тұзын көріп алыңыздар. Егер де кем болса, кішкене салсаңыздар болады. Және де мен осы кезде ас көкті салдым. Бұл өз қалауларыңызша, егер де ас көкті қаламасаңыздар, салмауға да болады. Міне асымыз дайын, толық 45 минуттың ішінде пісіп шықты. Егер де орташа отта әдемілеп, баяулап қайнататын болсаңыздар, перецтеріңіз осылай жарылмай, өте әдемі болып шығады. Егер де дәл осылай жасасаңыз, сорпасымен де ұсынуға болады, және сорпасыз тек перецтің өзінде ұсынсаңыз болады. Дүкеннен алынған 20% қаймақпен ұсынып жатырмын. Бұл әрине әркімнің өзінің қалауынша. Және де ас көкпен сәндесеңіздер өте әдемі болып көрінеді тағамдарыңыз. Менде бұл жерде петрушка және де укроп. Ішіндегі фарш пен күріш толықтай піскен, және де иісі де өте әдемі болып тұр. Қаймақпен өте дәмді болады екен. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер, осы жасалу түрімен. Және де менің каналыма тіркелуді, және де қолдап кетуді де ұмытпаңыздар. Астында подписаться батырмасын басыңыз. Асыққан кезде жылдам дайын болады. Өзіме қатты ұнайтын тағамдардың бірі, міндетті түрде жасаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.